Кайдзен туралы естіген шығарсыздар, иә? Ол бойынша ең алдымен көңіл күйді реттеп отыру керек. Яғни сен сағат сайын, мысалға түскі таңғы нешеде тұрдың? 7-де тұрдың ба? 7-де сенің көңіл күйің қалай болып тұр? Өзіңе 10 балдық шкала қоясың да. Сосын 8 болады. 8-де сен өзіңнің көңіл күйің қалай? 9 болады, 9-да қалай болдың? Жалпы күн ұзаққа 24 сағаттың бар, қанша уақытында сен не жасадың, және дәл сол уақытта әр сағат сайын сенің көңіл күйің қалай жазып отыр, өзіңе 50%, 100%, 80% деген сияқты баға қойып отырсаң болады. 8, 9 деп. Не үшін айтып жатырмын? Ол сенің әрдайым бір күннің ішінде қаншалықты сен жақсы көңіл күйде жүресің, немесе қаншалықты нашар көңіл күйде жүресің. Соны өз-өзіңді зерттейсің. Түсінікті ма? Сонда сен өз-өзіңді зерттей келе, сенің көңіл күйің әрдайым жоғары болатын болса, онда скоро сенің нәтижең де жоғары болады. Мен оған отвечаю. Неге? Өйткені біздің көңіл күйімізге нәтижеміз тура пропорционал, кәдімгідей жақсы әсер етеді. Яғни біздің бір нәрселерді дұрыс қабылдауымызға, дұрыс нәтижеге жетуімізге көңіл күйіміздің әсері өте көп екен. Сол үшін әрдайым сіз өзіңізді зерттеп, бірінші ең алдымен көңіл күйіңді реттеп қарап отыр. Иә? Күнделікті солай жасап отырыңыздар. Сол кезде сіз бір күннің ішінде сіздің көңіл күйіңіз көтеріңкі жүре ма, әлде түсіңкі жүре ма, сол арқылы бақылайтын боласыз, және келесі күні соны жақсартуға тырысу керекпіз. Тура сол сияқты әрдайым сенің ойыңа не келді? Сағат, мысалға, таңғы 7-де тұрдың ба? Таңғы 7-де сен өзіңе сенімділігің қандай? Яғни грантқа түсуге деген сенімділігің қандай? Күшті ма, әлде әлсіз ба? 50% сеніп тұрмын, немесе сенбей тұрмын. Мен осы тұрғанда мүлдем әр қайсыңыз әр уақытта біздің ситуацияларымыз әртүрлі. Яғни кей жағдайларда керемет прямо грантқа түсетіндей, керемет мотивация алып, мотивация деген сөзді көп қолданасыздар, бірақ көбісі дұрыс қолданбайды осы сөзді. Ерік жігер алса да мотивация дейді, біреу супер молодец десе де мотивация дейді, жаңағы не дейтін еді, ақыл кеңес айтса да біреу мотивация дейді. На самом деле оның барлығы мотивация емес, әрқайсының өзінің нелері бар, бағыттары бар. Ол басқа тема, бірақ мына нәрсені ұмытпаңыздар. Әрдайым көңіл күйлерімізді реттейміз, және одан кейін әрдайым сенімділіктің уровені қай жерде тұр. Мен өзіме 50% сеніп тұрмын, немесе мен өзіме 100% сенімдімін. Кей жағдайда сенімділік ұрып тұрады, кей жағдайда сенімділік бірден түсіп қалады. Сен бетіңе біреу қолыңнан түк келмейді десе, кәдімгідей сенімділігің түсіп қалады, солай ма? Сен мамамды қатты жақсы көрем, ойбай деп жүрегің жарылып отырады, мысалға бір уақыттарда. Мамаң не, кет бар құры жоғал деп ұрсып жіберсе, бірден көңіл күйіміз мамамды жақсы көру состояниесі түсіп қалады. Тура сондай сияқты, әрдайым біздің неміз ауысып отырады ғой. Мінезіміз, неміз. Ол біздің мына сабақтарды оқуымызға тікелей әсер етеді. Жалпы айтқаным түсінікті болып жатыр ма? Сондықтан барынша давай, деп өз немізді мотивациямызды арттырып, кәдімгідей көңіл күйлерімізді реттеп отырамыз. Бұл осы сабақтың алдындағы бір не болсын. Қысқаша не деп айтатын еді? Өшім сондай. Өздеріңіз қабылдап аларсыздар. Гомогенді реакция. Енді бастайық. Гомогенді реакция дегеніміз ол барлық агрегаттық күйлер бірдей болу керек, А жағдайы. Келесі, ауыспалы элементтер. Ауыспалы элементтер олар не жатады? Бірінші. Литий, натрий, калий. Марганец, темір, кобальт, Марганец, темір, кобальт, никель. Не себептер? Ауыспалы элементтер көбінесе бізде Д элементтер. Келесі, сумен әрекеттесіп сілті түзетін оксидтер,
Негіздік оксидтер. Негіздік оксидтер, тамаша. Келесі, хлордың анионына сапалық реактив, Аргентум ба? күміс болады. Осы сапалық реакция туралы ертең сабақ өтетін болам. Сапалық реактив деген тақырыпқа. Тікелей эфирде осы жерде. Сосын циклогексанның жану реакциясының толық оттектің коэффициенті дейді да. Ол үшін бірінші циклогексан дегеніміз 6H 12. О 2-ге қосамыз, жану деген оттек қосу. Барлығынан көмір қышқыл газы мен су бөлінеді, иә. Бұл жерде теңестіреміз. Мұнаққан 6, көміртекке 6 қоямыз. Оттегі мұна жерде 12, 12-ге 6 қоссаң 18, 18 2-ге бөлсең 9, иә. Енді оттектің коэффициенті неше болған сонда? 9 болған. Келесі, пикрин қышқылы деген 2, 4, 6 тринитро фенол болады, иә? Фенол болады. Келесі, 0,1 күкірт қышқылы әрекеттесетін натрий оксидінің массасы. H2SO4. H2SO4 әрекеттесетін натрий оксиді дейді. Натрий 2O. Натрий 2SO4 плюс H2O. 0,1 болса, я бұйырса салат шығарым. Білмеймін, көреміз. Сақталса. 0,1 моль күкірт қышқылы натрий оксидінің массасы X грамм. 39. Мына жерде күкірт қышқылының моль санын ала саламыз. Коэффициент бізде 1, ал мына жақта натрий оксидінікі 23, 46, 46-ға 16 қоссаң қанша? 59. 62. 62. Ендеше 62 6,12. Аға, В жауабы. Келесі, этаннан алынатын этиленнің массасы. С2H6-дан С2H4-пен H2 алынады. 90 грамм болса, мына екеуін эмерін айтып жеріңіздер. 30, 28. 30 ғой. Апай 30 болады этанда. Этан 30, мынау екеуі келген 28. 28-ді 90-ға көбейтіп 30-ға бөлсек. 84. 84, иә? Бұл жауабы. Келесі, құрамында мынадай сутек атомы бар сөндірілген әктің массасы. Бұл жағдайда сөндірілген әк дегеніміз кальцийдің несі? Оксиді? Жоқ, гидроксиді. Кальцийдің оксиді болса, бұл сөнбеген кезде. Бұған су қосқан кезде барып, ол не істейді? Сөнеді, сол кезде мынау шығады. Кальций гидроксиді бізде сөндірілген әке. Бұл кальций гидроксидінде неше сутек бар? 2 сутек бар. Құрамында мынадай атомы бар сутек болатын болса, яғни 2 сутек болып тұр ғой құрамында, ол 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесінде атом болса, кальций гидроксидінде қанша деп алуға болады. Немесе бұл дегенің 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі, ол зат мөлшерін табатын болсаң, N-ді N-ға бөлесің ғой. Яғни N-амызда бізде 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі. Яғни бұдан 1 шығады ғой. Яғни 2H-ың 1 моль болатын болса, мұнаны қоршай тұрайын. Ал кальций гидроксидінің қанша моль деп есептейсің? Ол кезде кальций гидроксидінің эмері бізде 74 ба? 74-ті 1-ге көбейтіп 2-ге бөлесің. Қанша болады?
36. 37. 37 дейміздер, иә? 37 моль. 37 моль әк болса, оның массасы қанша болады? Массаны табу үшін зат мөлшерін мріне көбейтеміз. Ой, бұл жерде ше былай істеп тұр ау деймін. 37-нің осыны өзін алып тұр ау деймін, а жауабы. Өйткені мына жерде 1 моль болса 1 грамм деп есептеп тұр, мынаны граммға айналдырып жіберіп тұр сразу. Мына жерде масса тауып, зат мөлшерін мріне көбейтіп тұр. 1-ді 1-ге көбейтіп тұр. Сол кезде 1-дің өзі шығады. 1 грамм шығады, иә? Сол кезде 1 грамм деп алатын болсаң, онда мынаны x грамм деп есептейсің. Ол кезде 37-нің өзі шығады, иә? Моль емес, грамм. Осылай алып тұр. Ендеше, келесі алюминий. Алюминий 4-тен 3 бөлігін құрайды. Просто бұл сұрақ, ұшақтың 4-тен 3 бөлігін құрайды. Сондықтан ол қанатты металл атанған. Бұл да жай ғана ақпарат, информация. Массасы 204 килограмм. Сұрақ мына жерден басталады. 204 килограмм алюминий оксидінен алынатын алюминий массасы. Значит, алюминий O3-тен сразу алюминий мен O2 алынады. Реакция теңестіре қоямыз. Бұлай істесек болады, алдына 2,1,5 дей салсақ. Болады, негізі, осылай істесек те. Болмаса, 2 еселей салсаңыздар болады, просто кімге қалай ыңғайлы ғой. 204 алюминий, алюминийдің массасы, X. Алюминийдің оксиді бізде 102 болу керек, да? Ал мұнаның несі 27-ні 2 өтсек 54. 54, значит, 54-тен 2 есе бізде 108, иә? 108 болады, япы. 108. 54-ті 204-ке көбейтіп 102-ке бөлесіздер. Түсінікті ғой, иә? Амфатерлі қосылыс. Амфатерлі қосылыс. Бізде амфатерлі алюминий. Өзі 3 зат бар. Амфатерліге көбінесе сұралатын. Ол не? Алюминий сосын? Мырыш. Мырыш сосын? Марганец. Бериллий. Безнал деген ғой. Безнал деп. Безнал деген сөзді. Сілтілік металдарды білеміз ғой? Бірінші қатар ғой сол. Дұрыс. Келесі. Ацетиленді сапалық анықтайтын реактив. Бром суы. Әрине, бром суы. Яғни қанықпаған алкен, алкин, алкенге жатады ғой, алкадиен деген заттарға, яғни қанықпаған көмірсутектерге сапалық болады ол бром суы. Бром суы деген бром 2-нің өзі. H2 атомындағы электрондық орбитал. H2 ол қандай элемент? S элемент па, P элемент па? S пен S болады. В жауабы. Келесі, ас содасы деген ол натрий H SO3. Натрий H ас содасын білеміз ғой. Бұның эмері по ходу 84 болу керек, е? Қадарға байсана көрек. 84-ін сол 100%, именно құрамында өтсек, ол тегіміз 48, 48-іміз X%. Алдағы есептеміз 48-ді 57, жақсы. Келесі, наны 64 грамм, 5% болса, біз не істейміз? Оны көбейтіп 100-ге бөле саламыз. 31-де 2-ні 20-ға көбейтіп 100-ге бөле саламыз. Давай табындар. Сіздерге сен отыр, калькулятор жоқ. 3,2. 3,2. Нада? 6,24. 6,24. Жақсы. Енді қараңыз, мыс сульфаты ертіндісіне барий хлориді ертіндісімен әсер еткенде түскен тұнбаның массасы. Жалпы есептің берілгенде, мына берілген мәтінді толық дұрыс оқу өте маңызды. Білесіздер ғой, мыс сульфаты, одан кейін барий хлориді.
Екеуін қосқанда бар SO4 ол тұнба. Одан кейін купрум хлор 2 шығады. Сосын бізде барлығы тең, я? Мына жерге 3,2, мына жерге 6,24, тұнбаның массасы x грамм. Мынаумен шығарасың ба, сен мынаумен шығарасың ба? Ол үшін не істейміз? Мына немері 160 ба? Мына немері қанша? 137, 71 ма? 44. 137-ге 71 қоссаң? 208 ба мына? 208. 3,2-ні 160-қа бөлсек қанша шығады мына жерде? Мөлі қанша? Екінші 0,102. 0,102 шығады, мынаған бөлсек. 6,24-ті 208-ге бөлсек? 100,3. Жақсы. Қайсы кіші? Біріншісін аламыз ғой. Әрине біріншісі кіші. Ендеше бар SO4 немері қанша? 137, 32, 64. Қосайық. 233. 233, 0,02-ні 233-ге көбейте саласыз. 464. 466. Әдем олдыңыз. 466 ма? В жауабы. Кіші мольді мұнан эмеріне көбейте салуға болады, немесе сразу 3,2-ні 233-ге көбейт 160-қа бөлсеңізде сол сан шығады. Разница жоқ. Келесі 17. 81 грамм крахмалдан 80% шығыммен алынған глюкоза күміс оксидімен реакцияласты. Айтып тұрған затты толықтай түсіну керек. Қысқа жазылғанмен бұл жерде қанша реакция бар? Бірінші крахмалдан глюкоза алу керек дейді. Крахмалдың формуласын кім біледі? 6H10O5. 10O5. Глюкоза алу үшін біз не істейміз? Су қосамыз. 6H12O6. Енді содан глюкоза алды. Енді осы глюкоза міне 6H12O6. Мен ұзын созып көрсетпей қойын. Күміс оксидін қосқан кезде просто O7 бола салады. 6H12O7 бола салады. И 2 күміс шығасың. Кәдімде альдегидтерде. Бұл жердегі 2 күміс тұнба болады. Осы күмісті табу керек. 81 грамм 80% шығынды бірінші есептесең де болады, немесе соңына есептесеңіз де болады. Қалай ыңғайлы сіздерге? Соңынан. Жақсы, 81 грамм крахмал, значит, 81, 162, 180, значит, 90 болды ғой, 90-ды мына жерге қоясын, 180, 216, 108-ді 2-ге көбейтсең. 216-дан, значит, 108 шығады. 108 шығады, мына жерде жауап. Мен калькуляторға жүгінбей-ақ кішкене ойлана берсеңдер, 180-нен 90 2 есе кіші, значит 216-тан 2 есе кіші 108 деп атын. Солай. Мұна 162-ден 81 2 есе кіші. Сол үшін мұнан сразу таптым. Болмаса, калькулятормен есептей бересіздер енді не болса да. 108 шықты. Енді 108 ол бізде 100%-дық зат. 80%-ын табу керекпіз осының. 86,4. Себебі бұл өнім тапқан кезде 80%-ын астына жазамыз. 108-де 80-ге көбейіп 100-ге бөлсек? 86,4. Примерно уже 86-да 4 екенін мен сезгендей сияқтымын. Өйткені 108-ден сәл-ақ кіші зат болу керек, 80% деген 50% сияқты кіші болып кетпейді ғой.
Енді егер калькулятор болмаса, примерно табуға болады дегенім ғой. 18-де қараңыздаршы, бұл жерде керемет лайфқа қайтайын деп тұрмын. Өйткені мына жерде 12-де 4 грамм фосфордан орта фосфор қышқылын сұрап тұр ғой. Мына жерде реакциялар жазу керек, неге фосфорға фосфор оттек қосып, фосфор оксидін реакцияны теңестіріп, одан кейін оған су қосып, фосфор қышқылын тауып жазу керек негізі. Егер мектепте шығаратын болсақ. Ал мына жерде біз тестте уақыт үнемдеу үшін сразу қоямыз. 12-де 4-ті фосфордың үстіне қоямыз, и фосфор қышқылының үстіне x қоя саламыз. Не себепті? Өйткені мына жердегі фосфордың алдында ешқандай коэффициент немесе индекс жоқ. Мына жерде H3PO4-те де ешқандай индекс жоқ, фосфор біреу, иә? Ендеше осы жерден ала салсаң болады. Яғни екі жақтағы фосфордың саны бірдей болса, онда еш қиындықсыз, реакциясыз шығаруға болады. Астына не аламыз? Фосфордың 31 алам. H3PO4-тің емері бізде 98, иә? 98. 98-ді 12-де 4-ке көбейтіп 31-ге бөлсек қанша болады? 39,2. 39-да 2 бола ма? 39-да 2-міз ол бізде 100%, оны 80%. 31-де 4 болады, иә? Оны мен ешқандай калькуляторсыз прямо жуықтап 80%, 31 бәле болады шығар деп ойлап отырмын. Нормально ма? Түсінікті ма? Тым тез сөйлеп кетемін. Оттек, сутек теңеспесе ше. Егер фосфор жағдайында, иә, мына жерде фосфор H3PO4 емес, P2O5 шығатын болса, иә, фосфордан P2O5 салатын болсаң, мына жақта фосфордың индексінде 2 ма, мына фосфордың алдына 2-ні қойып, осы жерден пропорция сразу таба салсаң болады. Ешқандай реакциясыз. Егер реакциясы есептегіңіз келсе, әрине. Просто бұл мендегі ғана лайфқа, оны любой жерде қолдансаңыздар болады. Егер сенімді болсаңыздар, иә? Жақсы ма? Мен тез сөйлеп атқан жоқпын ба? Айтып қойыңыздар, если что. Кейде тым тез сөйлеп кететінім бар. Нормально? Үндемейді ғой ешкім. Қабылдап жатырық па, әйтеуір? Қараңыздар, мына жерде не дейді? Азот оксиді 10 моль оттекпен әрекеттескенде түзілетін азоттың неше оксиді? 4. Осының несін табу керек? Көлемін табу. Литр. Мына жерде қай мольмен шығарам? Сразу көрініп тұр ғой. 10 дұрыс. Болды, ана моль бізге керек емес. 10 моль болса, мынау 1 моль, мынау 2, значит, мына жерде 20 моль болған, иә, негізі. Моль саны 20 болып тұр ғой, мен моль таба салайыншы бірінші. Егер 20 моль болса, оның көлемі қанша болады? В тең не көбейтілген В 448 болады, 448 әрине. Болады. Енді 20-ші есеп, бізде мынадай жағдай болса, бірден 100-ге бөл жіберу керек, иә? Апай, көбейтсем өз өбейтіп, как ол? 35 грамм. Пешетің 35 ба? 35 грамм. Значит, 35 болса көрініп тұр ғой. 500-ден 35-ті ала саласың. Екіншісі ала салмасаң да көрініп тұр ғой. Келесі 21. Химиялық реакция жылдамдығына әсер етпейтін фактор. Катализатор. Жылдамдыққа әсер етпейді? Көлем. Катализатор жылдамдығын жылдамдатып жібереді. Катализатор деген жылдамдатушы. Ол әсер етеді сонда? Әрине әсер етеді. Жылдамдатып тұр, жылдамдыққа әсер етіп тұр жоқ па? Жылдамдығына әсер етпейтін деп тұр ғой. Бізге әсер етпейтіні керек.
концентрация, қысым, концентрация, температураны жатқа білеміз, заттың табиғатын жатқа білеміз. Еще оған жылдамдыққа әсер ететін тағы екі фактор бар. Ол бізде катализатор мен ингибитор. Ингибитор ол баяулатушы, яғни жылдамдығын баяулатып тұр, мынау тездетіп тұр. Әсер етеді ғой, әсер етеді. Ал бірақ тепе-теңдікке келген кезде тек қана мына үшеуі әсер етеді. Ал жылдамдықта мына төртеуі және мына екеуі әсер етеді. Сонда алтауы әсер етеді. Түсінікті ма? Гетерогенді болса, значит, В жауап. Тамаша. Мына жерде жылдамдықтың формуласы концентрация 0,8-ден 0,6-ны азайта салмаймыз. уақытқа қатынасы. С2 алынған С1 бөлінген Т деген. Болады. 0,2. Болады, иә. Аха, біз температура несіне саламыз ғой. 0,8-ден 0,2 бөлінген 10 бар тағы 0,02. 0,02 А жауабы болады ғой. Тамаша. Келесі. Қышқылдағы күші төмен. Мен аны күшті деп оқыдым. Сол үшін байқаңыздар. Күші төмен. Значит, мына қышқылдарда, әсіресе органикада, бейметалдар, ең күшті бейметал фтор ғой, бейметалдары барлары, наоборот, күшті болады. Яғни, бейметалы күштілері күшті болады. Яғни, фтор сірке ол күшті. Мысалға, ең күштісі. Одан кейін хлоры барлар күшті. Фтор көктер ең күштісі. Мысалға, 3 фтор бар, мына фтор сірке бар. Мынау бірінші күшті. Дифтор екінші күшті. Фтор үшінші күшті. Одан кейін хлорлары бар. Дифтор сіркеден кетті. Хлор кетеді, одан кейін трихлор төртінші күшті, дихлор бесінші күшті, хлор сірке алтыншы күшті. Сонда құмырсқа мен сірке ең әлсіздері болады. Ал бірақ бұлай есепте, егер хлор сірке, фтор сіркелері болмаса, сіркені қоспай қойшы, хлор фторлары болмаса, онда ең күштісі құмырсқа қышқылы болар еді. Жай ғана қышқылдардың ішінен салыстыратын болсақ, құмырсқа, сірке, сосын пропион, май қышқылдар емес па? Пентан қышқылдар білесіздер ма? Метан, этан, пропан, бутан, пентан қышқылдары жалпы. Пентан қышқылдары әлсіз болады да, құмырсқа қышқылы ең күштісі мына мощнее. Ал бірақ, егер мынандай бейметалдар қосылып кететін болса, онда бейметалы барлар күштірек болып кетеді ана екеуінен. Түсінікті ма? Жақсы. Иондық байланысының коваленттік байланыстан ерекшелігі. Қанықпауы. Аха. Сосын бағытталмауы. Бағытталмауы. Полистенбеуі, қанықпауы, бағытталмауы. Осы үшеуі болады. Е2O5 қасиеттерінде түзетін элементтер. 5-ші тобында фосфор, сосын алюминий, темір, 5-ші топ жоқ па? Азот болады, NF5. Азот деген ғой. Азот болады. Азот, сосын висмут ше? Ол жатпай ма? Висмут дедім апай. Айттым апай. Висмут бар екен. Висмут бұл. Не ма? Негізгі топшада орналасқан ба? Висмут негізгі топша. Жақсы, онда осы үшеуі болады. Келесі, мына жерде мына екі зат түзілу үшін қатысатын реактивтер, Қараңыз. Мына екі зат түзілу үшін күрделі эфир ғой. Мына жерінде мынау болу керек, значит. С3, СО, мынау болады. G болады. Және Q болады. D болады. Апай, сонда осы шыққан өнімнің аты қалай болады? Шыққан өнім мына жердегі
этил радикалы және сірке қышқылы ғой. Этил ацетат деп оқуға болады, немесе сірке қышқылының этил эфирі деп айтылады. Екі атауы бар. Мынау шыққан сірке қышқылы ма сонда? Я, сірке қышқылы. Мына шығып тұрған зат сірке қышқылы және этанол ғой. Сондықтан сірке қышқылының этил эфирі шығып тұр. Немесе мына этилден бастап айтылатын болса, этил ацетат. Сірке қышқылының екінші атауы ацетат емес па? Иә. Енді көлемі ацетилен оттек берілген. Қараңыз, екі сұрақ қалды, бізде 5 минут бар. Короче, бір жылында бітіреміз бұйырса. Ацетилен деген С2H2, я? Оттекпен қоспасы жанғанда дейді. Қоспа жанатын болса, оттектің қоспасы С2ге жанғанда, С2мен H2O шығады, я? Көмір қышқыл газының көлемі керек бізге. Мынау 2 литр, мынау 12 литр ма? Көрініп тұрғанына қайсының молі аз екен? 2-ні 22-де 4-ке бөлген жақсы ма? Аз ба, әлде 12-ні 22-де 4-ке бөлген аз ба? 2 литр. 2-ні, оны 22-де 4, мына жердегі 22-де 4. Значит, 2 литр қайтадан шығады, е? Апай теңестірмеміз ба? Ойба, мен теңестірмеппін ол көкені. Мына жерге 2 қойсам, оттегін 5 па? Оттектің 5 болу үшін алдына 2,5 деп қоя салсам болады. 2,5. Значит, болды ғой? 4 болады апай. Мына жерде алдына 2 қойылады ғой. Ол кезде 2 емес 4 литр болады. Аш жауабы болады. Келесі. 10%-тік 60 грамм. Сынау 6 грамм. 6 грамм тұз бар. 6 грамм, я? 6 грамм тұз қышқылы деген ашхлор. Темір үгіндісі деген темір. Темірдің несі шығады? Хлориді. Хлориді болады. Плюс H2 реакцияны теңестіреміз. 8 грамм темір. Мынау 6 грамм. Мынау 36-та 5. Мынау 56. 8-56-ға бөліңіз қанша шығады? 6-ны 36-та 5-ке бөліңіз қанша шығады? Сіз айтып жіберейік. Апай әмірін 71 2 еселеп алмаймыз ба? 73 болады сонда. Жоқ, әмірді ешқашан 2 еселеп алмаңыз моль тапқан кезде. 6-ны 36-та 5-ке ғана бөлесің. 0,16 шықты. 0,16, е? Мынада 8-56-ға бөлсек 0,14. 14. Значит, мынау аз, е? Мына жермен аламыз, е? Нан емерін табыңыздар. Нан айтып жіберейін, не себепті біз алдында коэффициент алмаймыз. Себебі зат мөлшерін тапқан кезде массаны эмерге бөлесің. К көбейтілген эмер деген жоқ қой. Алдына коэффициент көбейт эмерге деген жоқ қой формулада. Тек қана эмер қойылған, молекулалық масса ғана формулада бар. Так что шатаспаңыздар алдына коэффициентті қойып. 126 қосы қанша? 127. 127. 127-ні 8-ге көбейтіп 56-ға бөлесің, немесе жаңағы 0,14-ге көбейтесің. 18,114. Міне, я? Е жауабы. Молодец. Супер. Бүгін менде прям 2 минут даже артық қалды. Чересчур тез айтып жүрген жоқ ма? 35 сұрақты 30 минутта бітіру деген. Күшті ғой. Сабақ қиын болған жоқ қой да? Жоқ. Бүгінгі сабақ бойынша қорытынды сөз, яғни біз не істеу керекпіз? Әрдайым өзіміздің көңіл күйімізді көтеріп отырамыз, және өзімізге сенімділігімізді арттырып отырамыз. Яғни сенде сенімділік көп болса, жетістігің, нәтижең көбірек болады. Ал сенімділігің емес, күмәнің көп болса, уайымың көп болса, онда сенің керісінше нәтижең төмен қарай құлдырай береді. Сондықтан әрдайым өзіміздің настроениемізбен сенімділігімізді контроль жасап отыру керекпіз. Окей?
Одан кейін күнделікті тест талдап жұмыс жасасаңыздар, бешеный эффект болар еді. Жақсы, алда өте жақсы результат көрсетеді деген ойдамын. Барлықтарыңызға сәттілік. Осы эфир туралы комментарийді міндетті түрде қалдырыңыздар. Окей? Жақсы, рахмет апай, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет апай, сау болыңыз. Жақсы апай, рахмет, сау болыңыз.